Құрметті қазақстандықтар, құрметті достар, құрметті жерлестер, сіздерді еліміздің басты мерекесі тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. бұл күн біздің еркіндігіміздің, қайсарлығымыз бен бірлігіміздің символы. Ата-бабамыздың сан ғасырлық күресі мен аманаты. Халқымыздың егемендікке қол жеткізу жолындағы күресінің жемісі. қазіргі таңда егемен еліміз әлемдік аренада өзін жоғары ұстауда. Ол біздің ортақ жемісіміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз баянды болсын. Пусть наше небо всегда будет светлым и чистым, а наш народ будет сплоченным, как одна большая семья. Әр отбасына амандық пен молшылық тілеймін. Еліміздің көгінде әрдайым бейбітшілік пен тұрақтылықтың нышаны орнасын. Барлықтарыңызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Және де осындай құттықтау эстафетасын Алматы қалалық мәслихаттың Әріптестеріме жолдаймын. Мерекеміз құтты болсын.